Сиыр мен теке. Бір кемпірдің бір сиыры мен бір текесі болыпты. Сол сиыр мен теке өріске бірге жайылады екен. Сиыры сауған мезгілде айналып тұрмайды екен. Сонда кемпір сиырына нан, тұз алып келіп беріп айтады: «Тыныш тұр, шырағым, мәмә тағы алып келемін, бірақ түзу тұр» депті. Екінші күні кешке теке сиырдан бұрын өрістен келіп, кемпірдің алдына келіп тұра қалыпты. Кемпір орамалмен текеге сермеген екен. Теке қозғалмай тұрып алыпты да жуас болып, кемпірдің сиырға «жуас тұрсаң, нан беремін» дегені есіне түсіп, кемпір текенің жүрмегенін көріп, таяқпен ұрып жібереді. Сонда теке кеткен соң кемпірі сиырына тағы да нан бере бастапты. «Тыныш тұр» деп. Сонда теке ойлайды: «Адамда әділдік жоқ. Мен сиырдан да жуас тұрып едім, сонда да ұрып жіберді» деп бір жаққа қашып барып, кемпірді сүзіп, сүтін төгіп, өзін жарала қылыпты.